дұрыс айтасыңдар балалар. Көктем мезгілі. Көктем айлары маған кім айтып береді балалар? Наурыз, сәуір, мамыр. Естеріңе түсті ме балалар? Қайталайықшы. Наурыз, сәуір, мамыр. Жарайсыңдар балалар. Көктем айларын есімізге түсіріп алдық. Енді балалар, тақтаға назар аударайық. Тақтаға қарайықшы балалар. Тақтада не көріп тұрсыңдар? Сиыр, дұрыс айтасың. Тағы да не көріп тұрмыз? Ат көріп тұрмыз. Тағы да? Қой. Ит. Жарайсыңдар балалар. Олардың барлығын біз не деп айтамыз бір сөзбен? Үй жануарлары. Дұрыс айтасыңдар. Үй жануарлары деп айтамыз. Үй жануарларын балалар біз үйде күтіп баптайды екенбіз. Үйде, қорада, жылы қорада болады, үй жануарлары. Үй жануарлары бізге үй жануарларын төлдерімен танысайықшы балалар. Сиырдың төлі бұзау, жылқының төлі құлыншақ, дұрыс айтасың. Қойдың төлі қозы, өте дұрыс айтасыңдар. Иттің баласы күшік, мысықтың баласы марғау, дұрыс айтасыңдар. Түйенің төлі ботақан, ешкінің төлі лақ. Жарайсыңдар балалар. Үй жануарларының пайдасы өте көп, я? Үй жануарлары бізге кисек, киім болады, ішсек тамақ болады, және біз оларды көлік ретінде де пайдаланамыз, я? Ертеде адамдар көліктер болмаған ғой, сол кезде осы үй жануарларын ағаш арбаға жегіп, ауылдан ауылға көшіп жүрген осы үй жануарлармен. Балалар, айнамызға қараймыз, артикуляциялық жаттығуларын жасай жүрейік, я? Ат шауып келеді. Білесіз ғой балалар, қане жасаймыз. Жақсы, жарайсыңдар. Түтікше. Футбол жасайық. Тісімізді тазалап жіберейік балалар. Тісімізді. Сағат. Жақсы. Үй жануарларының көлеңкесін сәйкестендіреміз, яма? Табамыз. Жақсы ма, тапсырма? Тапсырманы орындауға дайынбыз ба? Орындайық, қане.
түбінде мысық отыр, алдап көзін қысып отыр. Тышқан етін жегісі келер, тісі оның қышып отыр. Қошақаны қойды, қайда қалды қойды, бұл түйіп тұр бүйірі, қайыр істен тойды. Бұл түйіп тұр бүйірі, қайыр істен тойды. Секи нева, жүрмін саған кева, тұрмын тапсаң болмайма, секірмей-ақ кева. Тыңдасаң болмайма, секірмей-ақ кева. Томпаң-томпаң торай, дауысыңның зорай, дүнге бола қаласың, толысың мен оңай. Дүнге бола қаласың, толысың мен оңай. Ботақанымнан шалғай неге бардым, төбесігі діріге секіре алмай қалдым. Төбесігі діріге секіре алмай қалдым. Балалар, енді алдарындағы тапсырмалардан тізбек құрастырамыз, я? Сол тізбек бойынша сосын сөйлем құрастырамыз. Жылқы не береді, түйе не береді екен бізге, сиыр не береді, қой не береді, ешкі не береді, я? Балалар, қане тізбек құрастырайық. Даяна, сенде қандай жануар тұр алдында? Жылқы. Батырхан, сенде қандай жануар бар? Сенің алдында қандай жануар тұр? Түйе. Түйе. Жақсы. Аділ, сенде қандай жануар? Менде ешкі. Я. Менде қой. Бауыржан, сенде қандай жануар бар? Ару екеуіңде? Сиыр. Айта ғой. Жылқының төлі Төлі. қалай аталады? Құлын. Құлыншақ. Жылқыны не істейміз? Адамдар жылқыға мініп шабады. Жылқының етін жейміз, дұрыс айтасың. Жылқы қандай сүт береді бізге? Қымыз, саумал. Жақсы. Қан келді, дұрыс құрастырдым екен. Қан келді, қой бізге не береді? Ет береді. Ет береді, сүт береді. Қойдың төлі қалай аталады? Қозы, дұрыс. Қойдың жүнінен не жасалады? Жемпір. Қойдың жүнінен не жасалады екен? Не береді екен? Қой бізге? Айтау. Не мынау? Ет. Ет. Қойдың төлі? Қозы. Қойдың жүнінен не жасалады? Аха. Сосын. Жемпір. Шұлық. Жақсы. Сенде не? Қандай жануар? Ешкі. Ешкі не береді екен бізге? Сүт береді екен. Тағы не пайдаланады екен біз ешкінің? Жүнін пайдаланамыз. Ешкінің төлі қалай аталады? Ешкінің төлі? Лақ. Жақсы. Жақсы. Сендерде қандай жануар? Үй жануар, я? Үй жануары сиыр бізге не береді екен? Айта ғой. Сүт береді. Не береді екен тағы да? Ірімшік береді екен, я? Ірімшік жасауға болады екен. Тағы не жасауға болады? Сиырдың сүтінен? Құрт жасауға болады, дұрыс айтасың. Сиырдың тағы да етін жейміз, бешбармақ дейді Бауыржан. Балалар, сендердің жаңа тапсырмаларың бойынша қайталап жіберейік, я? Түйенің жүнінен қолғап, жемпір тоқиды екенбіз. Түйе
шыдамды. Түйе не жейді? Түйе шөп жейді. Түйені көлік ретінде мінеді екенбіз. Жылқыға келетін болсақ, жылқының етін жейміз, өте дәмді болады. Жылқының етінен саумал, қымыз, жылқымен шабады екенбіз, мінеді екен. Жылқының төлі құлын деп аталады екен. Ешкінің жүнінен орамал тоқиды, және ешкінің төлі лақ деп аталады. Ешкі бізге сүт береді. Сиырдан алынатын тағамдар, сиырдан құрт, ірімшік жасайды екенбіз. Сиыр бізге сүт береді, айран береді. Қойдың баласы қозы деп аталады. Қойдың етін жейміз, және қой шөпке жайылады екен. Бүгін біз қандай жануарлармен таныстық? Үй жануары. Дұрыс айтасыңдар. Қандай үй жануарларын білесіңдер? Маса. Айтамыз, таныстық. Маса, ит, қой, ешкі, түйе, сиыр, жылқы. Жарайсыңдар балалар. Естеріңде сақтаңдар, үй жануарларын. Тағы не істедік біз? Ойнадық, ойын ойнадық. Ұнады ма сендерге балалар? Және көрсетіңдерші көңіл-күйлеріңді. Керемет екен, көңіл-күйлерің күшті. Жақсы балалар, орнымыздан тұрамыз. Жақсы, сау болыңдар.